Құрметті көрермен, осыған дейінгі шығарылымдарда біз мекемеде ерен еңбек атқарып келе жатқан қызметкерлер туралы баяндаған болатынбыз. Ал бүгін ерекше шығарылым. Себебі біз бір ғана тұлғаны емес, тұтастай бір еңбек әулетін таныстырмақпыз. Утяновтар отбасы жарты ғасырдан астам уақыт бір салаға ғұмырын арнады. Электроэнергетика саласында 3 ұрпақ осы жолды жалғастырып келеді. Әулет көшбасшысы Утянов Жаңанұр Базарбайұлы ғұмырын осы бір салаға және 3 ұлды сара жолмен тәрбиелеуге арнаған. Еңбек жолын 1972 жылы Ақтөбе облысы Қобда ауданында электромонтерлік қызметтен бастап, кейін желілік учаске басшысына дейін көтерілген. Әке құрған жолмен ең алғаш әулеттің тұңғыш ұлы Утянов Жандәулет Жаңанұрұлы бастап жүрді. Қызметін 1990 жылы Қобда аудандық электр желілерінде жүргізуші болып бастап, 2021 жылдан Ақтөбе электр желілері бөлімшесінің басшысы қызметін атқарып келеді. Жұмысын адал, әрі тиянақты, жауапкершілікпен атқаратын қызметкер бірнеше жыл бойы тұтастай бір бөлімнің көшін бастап келеді. Коллектив боласың, үйрен боласың, 30 жыл жасағасың, оны қалай түсіп кетесің, мұндай жұмыстар. Деп, ұжымы жайында осылай жылы жауап қатты. Желіде апаттық жағдайлар орын алған мезгілдерде отбасыңыз қалай қарайды деген сұраққа Жандәулет мырза былай жауап береді. К себе относится уже как за 30 лет уже с пониманием, в чем мы энергетики должны дарить свет, тепло домам. Әділбек Жаңанұрұлы 1992 жылы Қобда аудандық электр станциясына электромонтер оқушысы болып жұмысқа орналасып, қазіргі таңда Қобда аудандық бөлімшесінде диспетчер болып қызмет атқарады. И отец, и братья работали, поэтому я и в эту сферу пришел. Ал бұл Нұрлыбек Ягонурович 2003 жылы Қобда ауданы электр станциясы бөлімшесіне электромонтер бақылаушы қызметіне орналасып, бүгінгі күні мекемеде инженер-инспектор қызметін атқарып келеді. Жаңанұр ақсақал тәрбиелеген әулет өкілдерінің барлығы энергосистема жауапкершілігі шектеулі серіктестігі еңбек ардагері атағына ие. Утяновтар тегі мекеме тарихының алтын кітабына жазылған. Себебі жарты ғасырдан астам уақыт халықты жарықпен қамтамасыз етіп, саланың дамуына атсалысып келеді. Әрбір әке өзі салған ізбен баласының да жүргенін қалайды. Утяновтар әулетінің кіші ұрпағы да энергетика саласын жалғастырып, ата салған сара жолмен жүрмек ниеті бар. Әулеттен нық орын алған осы саланы ендігі балалары мен ер жеткен немерелер жалғастырады. Материал дайындаған Динара Манарбек қызы, Әдемі Сайлаубай, Аяжан Абдықалық арнайы энерго отбасы үшін.